Сіз үнемі шаруа деп төмен қарап жүретін болсаңыз, аспандағы әдемі керпір қосақты өмір бойы көрмей өтесіз деген екен Чарльз Чаплин. Алайда әр жердің өзіндік сатирик жазушылары, ақындары бар. Маңғыстаудың Швейцариясы шайырдан шыққан сатирик кім екен білесіз бе? Әрине Ерекен Қорабаев бүгін біздің арнада қонақта. Ассалаумағалейкум аға. Алейкумассалам аға. Не хабардап қояды өзіміздің адайский вариант. Аманшылық жайлап. Хабарын айтып едің ғой сен барам деп сол. Қай күні келеді екен деп жүрген, бүгін енді сәтін салып келген екенсің. Қош келдің ал. Рахмет көп болсын. Үйге келуге де болатын еді, мына көшеде өзің қалап алған жерің ғой. Жеңіл сұрақтар тек. Ал аға, сіздің ұлттық бірыңғай тест тапсырып жатқан жоқпын ғой. Аға, сіздің кішкентай кезіңіздегі арманыңызды айтып жіберсеңіз. Менің атым Қожа деген кинода айтатын ау, менің арманым жет жоқ деп. Адам бала кезінде дейтін космонавт болғым келеді, пойызда айдап кеткім келеді. Бір көңіліне жылт еткен бірдеңе ұнаса, соның бәрі болғым келіп тұрады ғой. Ал бірақ жалпы мен мына ақын боламын, бірдеңе боламын деп. Бірақ енді ана мұғалімдер менің соған кішкене бейімдігімді байқады ау деймін. Содан біраз нелер өткізіп жүрді. Мен де жаңағы соған ұстаздарыңыздың да арқасы бар. Өмір бойы алғыс айтамын соларға. Арманымды жаза берсең бір дәптер секілді деген сияқты. Ал енді екінші бір сұрағым, мына Шерхан Мұртаза бар ғой, білесіз ғой, жазушы керемет. Білеміз ғой енді. Соларды оқып ғой. Шерхан Мұртазаның бір мынандай сөзі бар. Ол кезде аштықтың кезі ғой. Аштықтың кезі өмірі кішкене қиындау болды, балалық кезі. Сол кезде барып бір жаңағы шешесі жаңағыдай бидайдың ұнын салып жібереді да, соны айырбастап келу керек мысалы. Кірсабын қайда айырбастап келеді. Сөйтіп сондай кезекті сондай айырбастаумен сол бартер ғой қазір. Бартер, иә. Көбінесе алдап кетеді да, жаңағы кірсабынға ортасына тас қосып жібереді жаңағыдай да. Сөйтіп жүрген кезде бір естелігінде айтады да, сол барған кезінде бір цыган дей ма, сондай бір ұлт өкілі қолыма кітап беріп қайта келді дейді да. Енді бірақ апама айтсам, апам қайта ренжіп қалуы мүмкін, өлтіріп ұрады дейді да жаңағы. Кітап алсам. Кітап жемейді ғой ашты уақытта. Сөйтіп негізі ол жаңағыдай сүтке сондай айырбастауға жүрген бала ғой. Ол бірақ сөйтіп тұрып өзінің жаңағыдай кітапқа құмарлығының арқасында сол бір кітапты алады. Жаңағы кітапты. Сол кітаптың аты Лев Толстойдың «Буму» екен да. Сол «Бумуды» алып үйіне алып келген кезде жаңағы кітапты көрсеткен кезде шешесін өлді да жейді жаңағы. Сөйтіп жүрген кезде негізі ауылдың қиын жаңағыдай қыстау нелер болады да, қиын қыстау кездер болады да, бір күні дейтін шешесі шаршап, жаңағы сен осы «Бумуңды оқышы» дейді ғой. Сол кезде оқыған кезде жаңағы мамасының көзінен жас шығады. Өте елжіреп жылайды да. Сол кезде сол жаңағы Шерхан Мұртазаның жаңағы ішіндегі түпкілікті арманын сол кезде айтады да, мен дейтін осындай өмір бойы жаңағыдай жазушы болуды армандаймын. Сөйтіп кішкентай кезінде арман жаңағыдай сол жазушылықты жолға қойып сондай болады да. Бір өмірдің бір сәтіне алып кеттім деймін. Өмірдің бір сәтіне. Енді сіздің сол бір шығармаңызды соған бір неге ұқсатамын да, жаңағы Қара күшік дейтін сіздің өте керемет алғашқы туындыларыңыздың бірі бар ғой. Сол туралы айтып берсеңіз, оған не себеп болды? Оны жаңағы сол туралы айтып жіберсеңіз. Кім сияқты? Шерхан ағам сияқты оған маған аштық әсер еткен жоқ оны жазуға да. Оны былай болды, біздің үйдегі жеңгем бола ма, апам бола ма сол. Мынау менің жұбайым мектепте сабақ береді. Сол мектебінде бір оқиға болып, жаңағы бір балалық адам не болмайды? Бір күшікті мектепке алып барған ба? Соның несінен жаңағы айқай болған артынан күшік енді мектептің аты мектеп қой, апаруға болмайды ғой күшікті. Ана үйінде жалғыз ұстап кетуге қимай күшікті мектепке апарған ғой. Қайтарда алып келермін деп. Соның бір шытырман оқиға сияқты. Оның ар жағында бұл тек ол оқиғаны жазып қана қояйын емес. Деген емес, басқа да менің түйткіл ойымның ар жағында. Өзекті мәселелерді қозғадыңыз ғой. Ол жаңағы баланың адамгершіліктің қоршаған ортаға тек жер бетінде өмір сүріп жатқан адамдар емес қой. Басқа аңшылыққа деген бірдеңеге деген баланың басқа тіршілік иелеріне де бір жанашырлық табиғат қоршаған ортаға. Өте керемет аға. Енді бұл тек қара күшік жазылып қалды ғой. Бір ойымда келгені болды, соны газетке бердім де, Ішқиян деген газетке. Бұл уақытта Ішқиянның редакторы, жаңылыспасам, Мырзатай Болатов дейтін ағамыз, ақын. Әрі маған нағашы болып келеді, жаңағы Жемидей. Қазір Жетібайда қостанып жатыр ол кісі көптен. Сол уақытта редактор еді 2000 жылдардың басында. Сол айтты, Ерекен, мынау бізде дейтін Маңғыстауда ішінеміз, Қазақстанда балалар жазушы жоқ қой. Мынау сен дейтін дайын балалар жазушы екенсің ғой деп сөйтіп. Соған жаңағы мақал бар ғой, ұйықтап жатқан бүркітті артынан түртіп үркітті деп. Сол менің жазушылығыма жаңағы балалар жазушы болып кетуіме бірден бір себеп сол болды.
анаңыз туралы бір бала кезде бір есте кетпес сәтті айта аласыз ба? Оның дейтін анамен болған күніңнің әрбір күні мереке ғой тіршілікте. Мен оны бөліп бір ең бақыт кезім деп айта алмаймын. Себебі анамның тірі кезінде мен қасында жүрген Әр сәті бағалы ғой. әр сәті маған мен үшін біздің шешем көрмеген мысалы қиындықтар жоқ. Олар енді әрбір адамның басында болады ғой қиындығы бар, қуанышы бар. Олар енді ұлы қазан октябрь революциясынан кейінгі 2 жылдан кейін туған анам. Одан кейінгі өзің білесің 20-шы жылдарда ашаршылық, нәубет жылдар, соғыс, небір сұрқай мына заманның бәрін бастан кешірген адамдар ғой. Қиындық көп көрген. Ол кісі бір нанның түйірін далаға тастамайтын. Жоқшылықты көп көрген адамдар сол ғой. Өмірді жалпы бағалауды үйретті маған сол кісі. Бір шағын әзіл әңгіме енді сізден сұрамау күнә болатын шығар. Бір шағын әңгіме. Әзіл дегенде өзі адам әзіл дегенде өзі мән мағынасы болады ар жағында. Тек ар жағында ерекен сықақшы дегенге әр жерде ырмаңдап айта берсе оңды мәзі кетеді. Өзім де беделім түсіп кетеді. Сондықтан енді мен негізінде мына жинайтын мына әзіл дегенде бір орыстардың анекдоттары болады. Ондай жаңағы нелер емес. Мен жинайтын мына Маңғыстаудың әзілдері. Шалдардың айтқан ұтырлы орамды әңгімелерді айтылатын. Яғни ауыл айтқыштарының сөздері бар. Ол әзілге де келеді бір жағынан, әзіл жанрына да келтіруге болады. Себебі оның кейбіреулер күлкімен аяқталады да. Мына Жыңғыл ауылында бір ерте кезде ықылас дейтін әкеміз болды. Дей берсін, жас адам еді. Талай Жыңғылда жүргенде үйіне барып нан жейтінбіз жаңағы. Мен Шуақпа дейтін құрдасым нағашысы еді жаңағы. Екеуміз сол үйден нан жеп келетінбіз. Сол шал жаңағы егісі түзеткен ғой ар жағында, егіс алып оң жақта. Соған бір бала күнде түсіп қоймайды дейді. Соны жаңағы олан ұстап бір күні аттың бауырын алып оқсатып бір қаншамен сыбағасын берген ау деймін. Содан күндер өтіп, манағы таяқ жеген бала шетпеде начальник милиция болып кетті. Милицияның бастығы. Сонан ықаң бір күн жайлап, газигімен битіңдеп қатса ұстап алып, жаңағы гаишник. Сен шал баяғыда білесің бе? Мені бір қарып үшін өлтіре сабаған деп сөйдепті. Сонда ықаң айтады, ойбай, айналайын. Сенің милицияның бастығы болып кететінін қайдан білейін? Онан басқа үйіңе апарып беретін едім ғой деп айтады. Сізге шабыт қандай күйде келеді, немесе шабытты күтпейсіз бе? Білмеймін, біреулерге жаңағы найзақ ойнап тұрғанда келеді дейді, біреулерге ішкенде келеді дейді. Маған қашан идея пайда болады, сол уақытта келеді. Сіздің сүйікті кітабыңыз қандай? Мен жалпы кітапты жақсы жаман деп бөлмеймін, бірақ өзімнің аса жақсы көретін жазушыларым, балалар арасында Тынымбай Нұрмағамбетті жақсы көремін. Дулат Исабековті жақсы көремін. Беректе сосын Бердібек Соқпақбаевты жазамын. Әзілхан Нұршайықовтың махаббат құндылықтарын жаман көретін менің шығармам жоқ жалпы. Рахмет. Аға, өмірлік ұраныңыз қандай? Мен енді алаулатып жалауатқан ту көтеретін ұраным жоқ. Бірақ менің өмірде өзімнің ұстанымым, соны ұраным деуге болады. Ол жаңа ұлылыққа кішілік. Еш уақытта ұлымын деп кеудеңді көтермеу. Сәл нәрсеге мысалы бір жаңа кесіртке ұқсап, шелтейіп, әңгіме айтып, өзіңнің қарапайымын жоғалтпай, кісілік қалпын жоғалтпау. Ерекен Қорабаев ағамыз деген екен. Жұлдыз аурумен ауырмау дейсіз ғой? Иә. Яғни жаңадан ауырып қалатын кездерде болады. Жазушылар болады, өнер адамдарына өте ғибратты әңгіме деп ойлаймыз. Біздің арнамыздың сізге деген шағын сыйлығы балалық шаққа бір сапар шегіп қайтыңыз аға. Бердібек Соқпақбаев балалар жазушысы. Рахмет, сау бол. Осы үргіде арманым еді менің. Қой сау бол, құлдығым. Рахмет сізге де аға. Оның артын не сыйлық керек енді адам. Оны жаңа Шерхан ұқсап бартерге ауыстырмаймын енді, үйде тұрады. Бердібек Соқпақбаев айтқан екен. Үлкен лауазым иесі болу үшін, үлкен гүлдің суретін, немесе үлкен суретші болу үшін, үлкен гүлдің суретін салу міндетті емес деп. Құттай бір титтей бір нәрсені жасап та ол адам болуға болады. Адам баласының өмірі тесік шелекке құйылған су секілді екен. Өмірде ананы мананы ойлап, күйбеңдеп, басын қатып жүрген кезде обырымыздай болған сол тесіктегі шелектегі судың таусылып сақылғанын аңғармай да қалады екенбіз. Келесі кездескенше сау саламатта болайық. Қара Қошқар арнасы қосылу болсын.